Баршаңызға сәлем. Біз бүгін 9-шы сынып алгебрасының 24-те 9-шы есебін қарастырамыз. Бізде бірінші есепте былай дейді: егер синус альфамыз 0,3-ке тең болса және альфа бұрышымыз бізде 0 мен 90 градустың аралығында болса, онда синус 45 минус альфамыз неге тең дейді. Мәнін табуымыз керек. Яғни бізде бұл жерде қараймыз, формула арқылы біз мына қосу формуласы арқылы мына өрнегімізді ашып аламыз. Яғни синус альфа минус беттада бізде 45 көбейтілген, синус 45 көбейтілген косинус альфа минус косинус 45 көбейтілген синус альфа болады. Так, бізде мынаның мәні бар, синустың мәні бар, бірақ косинустың мәні жоқ. Яғни жазып қояйын, синус 45-міз бізде 2-ден түбір асты 2, көбейтілген косинус альфа минус косинус 45-міз бізде 2-ден түбір асты 2, синус альфа бізде 0,13-ке тең. Сонда бізде косинус табу керек. Косинусты қалай табамыз? Бізде синус квадрат пен косинус квадраттың қосындысы бізде бірге тең екенін білеміз. Әр қашанда бізге синустың немесе косинустың мәнін берген кезде біз осы формула арқылы екіншісін табамыз. Яғни бізде мында косинус табамыз. Косинусты қалай табамыз? Бұл дегеніміз косинус квадрат альфа дегеніміз 1 минус синусты теңдіктің оң жағына жібереміз. Синус квадрат альфаға тең. Ал жалпы бұның өзі, косинустың өзі квадрат емес, неге тең? Түбір астындағы мынаған тең. 1 минус синус квадрат альфаға тең. Сонда бізде жай ғана синус альфаның орнына 0,13-ті қоямыз. 0,13-ті былай жазғым келіп тұр. 10-нан 3 деп жазғым келіп тұр бөлшек түрінде. Және осы не істейміз? Квадрат болғасын квадраттаймыз түбір астында. Сонда бір азайтылған 10-нан 3-тің квадраты ол 100-ден 9. Енді бірден біз 100-ден 9-да азайтқан кезде бізде ортақ бөлімге келтіреміз. Сонда 100-ден 100 азайтылған 9 болады. Так, 100-ден не қалады? 100-ден 9 азайтқанда бізде 91 қалады. Яғни түбірден не шығады? Бізде 100 дегеніміз 10-ның квадраты, демек түбірден шығады. Және түбір астында бізде 91 қалады. Сонда бізде косинус альфаның мәні 10-нан түбір асты 91 екен. Енді не істейміз? Косинустың мәні бізде белгілі. Косинустың орнына қойсақ болады. Яғни мен бұлай жаза қояйын. Синус 45 минус альфа дегеніміз 2-ден түбір асты 2. Косинус альфамыз бізде 10-нан түбір асты 91. Азайтылған 2-ден түбір асты 2 көбейтілген 0,13. Немесе мынаны былай қалдыра берсек те болады екен. 0,191 деп түбір астындағы. Бізде нақты ондық бөлшек болғасын. Енді бізде ортақ көбейткішті шығарамыз. Жақшының сыртына бізде не? 2-ден түбір асты 2 ортақ көбейткішіміз. 2-ден түбір асты 2. Сонда жақшада қалады бізде түбір асты 0,191 азайтылған 0,13. Осылай қалады. Келесі екіншісінде бізде косинус альфамыз 0,14-ке тең екен. Альфа бұрышымыз бірінші ширекте жатыр екен, 0 мен 90 градустың аралығында. Және бізге табу керек синус 60 плюс альфаны. Бұл жерде бізге синус альфаның мәні керек болады. Формула ашқан кезде, сондықтан біз сразу синус альфаны табайық. Синус альфаны тапқан кезде бізде ол 1 минус косинус квадрат альфаға тең. Жаңағы біріншідегі өрнектеп алғандай. Сонда бізде косинус альфаның мәні бар. Бізде ол 0,14, соны квадраттаймыз. Түбірдің астында ол дегеніміз 0,116-ға тең. Сонда біз 1-ден 0,116 азайтқан кезде бізде 0,84 шығады. Демек, бізде синус 60 градус қосылған альфа дегеніміз, ол дегеніміз бізде синус 60 көбейтілген косинус альфа қосылған косинус 60 көбейту синус альфаға тең. Яғни бізде синус 60-та бізде 2-ден түбір асты 3-ке тең мәні. Косинус альфамыз бізде берілген 0,14-ке тең. Қосылған косинус 60-ымыз бізде 2-ден 1-ге тең. Және синусымыз бізде
түбір астындағы 0,184-ке тең. Бұл жерде жақшаның сыртына шығады, тек қана 2-ден 1 шығады. Мұнда 1 көбейтілген түбір асты 3 деп ойласақ, сонда қалады түбір асты 3 көбейтілген 0,4 қосылған түбір асты 0,184. Келесі бізде синус альфаның мәні берілген және косинус 45 минус альфадағы мәні табу керекпіз. Сонда бізде мұнда табамыз косинус альфаны. Дәл манағындай 1 минус синус квадрат альфа деп косинустың мәнін тауып аламыз. Бұл дегеніміз 1 минус 0,2-ның квадраты түбірдің астындағы. Бұл дейміз 1 минус 0,104 және бұны азайтқанда 0,96 шығады. Сонымен косинус 45 градус минус альфаны жазайық. Бізде бұл косинус 45 көбейтілген косинус альфа қосылған синус 45 көбейтілген синус альфа тең. Яғни косинус пен синусты бізде мәндері 2-ден түбір асты 2-ке тең. Косинустағы мәнін жазып қоямыз, түбір асты 0,96 деп. Және қосылған синус 45 те бізде 2-ден түбір асты 2-ке тең. Синус альфамыз бізде 0,2-ке тең. Сонда бізде 2-ден түбір асты 2-ні жақшаның сыртына шығарсақ, жақшаның ішінде қалады түбір асты 0,96 қосылған 0,2 деп қалдыра қояйық. Келесі косинус альфа бізде 0,1-ге тең және синус 30 плюс альфаны табу керекпіз. Тағы да біз мұнда синус альфаны тауып алайық. Ол дегеніміз 1 плюс 1 азайтылған косинус квадрат альфаның түбір астындағысы. Ол дегеніміз 0,1-дің квадратын 1-ден азайтамыз. Сонда 1 минус 0,100-ден 1 түбір астындағы 1-ден 0,100-ден азайтсақ, бізде 0,199 шығады. Бұл былай жаза аламыз 9 көбейтілген 0,111 деп. Және бұдан бізде 9-ымыз түбірден шығады, ол 3 болып шығады. Жақшаның ішінде түбірдің астында қалады 0,111. Енді синус 30 градус плюс альфаны табамыз. Синус альфа плюс беттада бізде синус альфа, яғни 30 градус көбейтілген косинус бетта, яғни альфа қосылған косинус 30 градус көбейтілген синус альфа. Орындарына қояйық. Синус 30 градуста бізде мәні бар 2-ден 1-ге тең. Косинус альфада бізде 0,1-ге тең. Қосылған косинус 30 градус бізде 2-ден түбір асты 3-ке тең. Және синус альфада бізде 3-ден түбірдің астына 0,111-ге тең. Так, 10-нан 1, 20-дан 1. Так, демек біз осыдан тек қана 2-ден 1-ді жақшаның сыртына шығарсақ болады. 0,1 тек ықшамдап қоямыз. Так, 3-ті бір асты 3, яғни 3 түбір астында 0,99 болады ғой. Мынау түбір астындағысы, екеуі көбейтіліп кетеді бір түбірдің астында болғасын жерде. Сонда мәні бізде 2-ден 1, жақшаның ішіне 0,1 қосылған 3 түбір асты 0,99 екен.